Армысыздар, назарларыңызға осы аптаның қорытынды жаңалықтарын ұсынамыз. 10 мамырда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия басшысы Режеп Тайып Ердоғанның шақыруымен Түркияға 2 күнге мемлекеттік іссапармен барды. Іссапар барысында қазақ-түрік стратегиялық серіктестігінің ауқымды мәселелерін талқылады. Қазақстан президентінің Анкарадағы Есенбұға халықаралық әуежайынан Түркияның вице-президенті Фуат Октай, Анкара губернаторы Васип Шахин және басқа да бірқатар ресми тұлғалар күтіп алды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркияға мемлекеттік сапары Түркияның негізін қалаушы әрі тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүріктің рухына тағзым етуден басталды. Аныт қабір кесенесін аралап көрген мемлекет басшысы құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Мемлекет басшысының Анкараға мемлекеттік сапары барысында Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен келіссөз жүргізді. Президенттер саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларды кеңейтуге ерекше көңіл бөле отырып, стратегиялық серіктестік және де күн тәртібіндегі проблемаларды қарастырған. Шағын құрамдағы кездесу соңында президент Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия президентін Қазақстанға сапармен келуге шақырды. Ердоған Тоқаевтың Қазақстанға шақыруын ризашылықпен қабыл алып, биыл күзде елімізге келетінін жеткізді. Осылайша бұл 2019 жылы мемлекет басшысы қызметіне кіріскен Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркияға жасаған алғашқы мемлекеттік сапары. Түркия мен Қазақстан компаниялары Анка әскери дрондарын бірігіп құрастыру туралы келісімге қол қойды. Осылайша Қазақстан Анка маркалы дрондарды Түркиядан тыс жерде өндіретін алғашқы мемлекет болмақ. Дрондарды бірігіп өндіру туралы келісімге Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Түркияға ресми сапары аясында қол қойылған. Анка дроны 350 кг дейін жүк көтере алады. Оған танкілерді жоятын 8 зымыран немесе 4 авиабомба орнатуға болады. Түркия армиясы мұндай аппараттарды 2020 жылы Сириядағы әскери операция кезінде пайдаланған. Қазақстан мен Түркияның әскери ынтымақтастық туралы келісімге қол қойғаны 11 мамыр күні белгілі болды. Түркия қорғаныс министрлігінің ақпаратына қарағанда, Түркия ұлттық қорғаныс министрі Хулуси Акар қазақстандық әріптесі Руслан Жақсылықовпен кездесу кезінде екі мемлекет арасында ортақ әскери жаттығулар өткізу мен қорғаныс өнеркәсібін жүргізу маңыздылығын атап өткен. Ақорда таратқан ақпаратқа қарағанда, екі ел өкілдері әскери барлау саласында әріптестік туралы хаттамаға қол қойған. Қазақстанда Конституцияға өзгеріс енгізуге арналған республикалық референдум өткізуге 16,4 миллиард теңге бөлінеді. Бұл туралы 12 мамырда премьер-министрдің орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев айтты. Республикалық референдум 5 маусымда өтеді. Азаматтар 33 бапқа ұсынылған түзетулер бойынша дауыс береді. Бұл өзгертулерде 1995 жылы таратылған конституциялық сотты қайта құру, президентке саяси партияларға мүше болуға, ал оның жақындары мен туыстарына саяси және квазимемлекеттік секторда лауазымды қызмет атқаруға тыйым салу, парламент жұмысы мен сайлау жүйесін өзгерту мәселелері қамтылған. Қазақстанның қазіргі конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған. Тәуелсіздіктен кейінгі алғашқы негізгі заңның күші жойылып, жаңа конституция қабылданған соң президент билігі ерекше нығайтып, күшті президенттік басқару жүйесі қалыптасты. Сарапшылардың көбі сол конституция қабылданған соң Қазақстанда авторитарлық билік қалыптасты деп санайды. 10 мамырда ақш конгресінің өкілдер палатасы Украинаға әскери, экономикалық және гуманитарлық көмек ретінде 40 миллиард доллар көмек көрсету жөніндегі заң жобасын қолдап дауыс берді. Жалпы 24 ақпаннан бері Америка Украинаға 50 миллиард доллар көмек көрсетті. Көмектің 15 миллиард доллары Украина армиясына әскери техника сатып алуға жұмсалады. 14 миллиард доллар Украина босқындарына гуманитарлық көмек ретінде, 5 миллиард доллар астық тапшылығын жоюға, бидай жүгері сатып алуға жұмсалады. Бұдан бөлек ақш президенті Джо Байден Украинаға қатысты ленд-лизге қол қойды. Бұл құжат бойынша Украинаға қажетті қару-жарақтарды жеткізу барынша жеңілдетілетін болады. Ленд-лиз Украинаға қандай да бір қару түрін жеткізу барысында ақш президентіне бірқатар артықшылықтар береді. Ендігі қару-жарақ жеткізу ісіне бюрократиялық процедуралар кедергі болмайды. ақш президенті аталмыш құжатқа сүйеніп өзі шешім қабылдайтын болады. Бұл ақш тарихындағы екінші ленд-лиз заңы болды. Алғашқы ленд-лиз екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Гитлерге қарсы қолданылған. Математикадан Балқан олимпиадасында қазақстандық оқушылар 2 күміс және 4 қола медаль жеңіп алды. Кипрдің Ларнака қаласында офлайн форматта өткен олимпиадаға 16 ел қатысып, медаль нәтижесі бойынша Қазақстан 8-ші орынға тұрақтады. Балқан олимпиадасына 16 елден 100-ге жуық оқушы қатысты.
Сайысқа жылда 6 адамнан құралған Қазақстан құрамасы қатысады. Биыл ел намысын Алматы, Нұр-Сұлтан, Қостанай, Атырау және Ақтау қалаларының оқушылары қорғаған. Олардың ішінде 4-еуі білім инновация және білім орда қоғамдық қорларына қарасты мектеп оқушылары, қалған 2-еуі Алматы қаласының оқушылары болды. Дәлірек айтар болсақ, Атырау білім инновация лицейінің оқушысы Зауытхан Әділет күміс медаль, Спектрум халықаралық мектебінің оқушысы Самфитуллах қола медаль, Ақтау білім инновация лицейінің оқушысы Әбу Әділет қола медаль, Қостанай білім инновация лицейінің оқушысы Даутов Жан қола медаль және алматылық Юркаевич Мирон және Байшуақ Райымбек күміс және қола медаль иегерлері атанды. Былтыр осы сайыста қазақстандық оқушылар 1 күміс және 4 қола медаль жеңіп алған. Апта легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Жаңалықтардың толық нұсқасын қазақ news.kz сайтынан оқи аласыздар. Сау болыңыздар.